Ассалаумағалейкум ағайындар. Бүгінгі қысқаша бейне күнделігінде Toyota Истема көлігінің электронды блок жүйесі туралы. Көлікте P0135 деген проблемасымен бізге келген болатын евро 2 жасауға. Toyota мен Lexus'тер өзіңіз білетіндей өкінішке орай бірінші лямды сөндіруге мүмкін емес екендігін біле тұра, прошивкамен ауруын кетірмей бірінші тоқ жағын және датчиктерін тексеруге көштім. Тоқ жағы мен датчик жасайтын көзім жеткесін электронды блок жүйесін тексеруге көштім. Тексеріп қарағасын проблемасы арасында электронды блок жүйесінің ішіндегі бірінші лямбда зонд басқаратын микросхемасы күйіп жасамай қалған. Сол кінәлі микросхеманы ауыстырып, компьютердің көлікке тағып қыздырып қарасам, проблема расымен де кетті. Бұрынғы чек, ВСК, антитайғақ шамдары сөніп, автокөліктің бұрынғыдай штатты режимінде жасады. Егер сізге осындай проблема кездессе, немесе жанып тұрса, біздердің көмегіміз бәлкім сіздерге де тиіп қалуы мүмкін. Мен сіздермен қоштаспаймын. Жүздескенше ағайын.